бір жасағаннан шығатын өте жұмсақ, нәзік, үлпілдек болып шығатын бауырсақ дайындаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына шейін көріңіздер. Кеңірек ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз және де құрғақ ашытқымыздан саламыз. Менде осындай Пакмая фирмасының ашытқысы, осыдан бір ас қасық немесе 1,5 ас қасық саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Құмшекер мен тұзымызды саламыз, сұйық майымыздан құямыз және де майонез не болмаса сметанадан саламыз. Барлығын тағы араластырамыз. Сонан соң ұнымыздан шамамен 2 немесе 3 ас қасық салып жақсылап араластырамыз. Осы массамыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше апара жасап 20 минутқа қойып қоямыз. Біздің массамыз осылай көтерілді. Енді қалған ұнымызды міндетті түрде електен өткізе отырып қосып, қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді оның бетін пищевой пленкамен жауып, тағы да көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Жылы жерде 15 минут өткеннен кейін біздің қамырымыз осылай көтеріледі. Енді қамырымызды жақсылап қайтарып, тағы да бетін пищевой пленкамен жауып, тағы да 10-15 минутке көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз тағы да осылай көтерілді. Енді қамырымызды бір қайтарып аламыз және домалақтап жаятын боламыз. Бұл сәтте өте маңызды, қолымызды міндетті түрде сұйық маймен майлап алуымыз қажет, ешқандай ұн қолданбауымыз керек. Жақсылап осылай дәл видеодағыдай жасап шығатын боламыз. Оқтаудың көмегімен жұқалап жайып шығамыз. Міне жұқалап жайдық. Енді осы дөңгелекшенің көмегімен дөңгелектеп кесіп алатын боламыз қамырымызды. Мен осындай бокалмен кестім. Дәл осылай кесіп, бір тақтай ма бір нәрсенің үстіне қойып қоямыз. Кішкене бұл көтерілу қажет, көтерілген соң пісіретін боламыз. Біздің қамырымыз 15 минуттай тұрып осылай жақсылап көтерілді. Енді осындай шыңғылдау ыдысымызға майымызды құйып, қамырымызды пісіретін боламыз. Ыдысымызға қамырымыз сыйғанша салатын боламыз. Және де пісіру барысында келесі бетіне аударуды ұмытпаймыз. Піскен бауырсақтарымызды құрғақ майлықтың үстіне сүзіп аламыз. Бауырсақтарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.